Армысың қызық, армысыңдар тәңіршілер. Пікірлерді оқи бастасаң болды. Әйтеуір осы тәңіршілеріміз іздеп жүргендер сүрінсе екен, соларды қайтсек те бір жаманатты қыламыз деген ойлармен жазылып жатқан небір пікірлер. Мына Атабек Абдужамалов дегеннің пікіріне жауап берейін деп отырмын. Атабек не дейді? Сендерде жұмақ осы өмірде болса, өлімнен кейінгі тағдыр қандай дейді. Жақсы сұрақ. Жалпы айтылып жатқан, менің айтып жатқан ойларымның бәрінен түсінген. Жұмақ деген ол тәңірлік дүниетанымның сөзі екен. Ол исламның жәннат деген сөзіне сәйкес келмейді. Оның үстіне бұл адам жақсы біліп отыр. Жәннат жеті көкте. Олардың айтуы бойынша. Аспан жақта. Жұмақ осы жерде. Сондықтан осындай сұрақ қойып отыр. Жұмақ осы өмірде болса, өлімнен кейінгі тағдыр қандай болады дейді. Бұл жерде түсінбей отырған өлімнен кейін тағдырға ие болатын кім? Өліп қалған адамдар ма? Әлде өліп қалған адамның денесінен шығып кеткен аруақ па? Сондықтан түсініктеме айтуға тура келеді. Жалпы біздің ата-бабамыз дүниені екіге бөлген. Біреуін жарық дүние, екіншісін тылсым дүние деп. Мына жарық дүниеде адамға өмір берілген, өмір сүріледі. Қанша жерден жарық болып тұрса да, адам өмір сүріп жатқан кезде құлайды, тұрады, алға жүреді, шегініп кетуі мүмкін. Қанша жерден жарық болса да, сүріндіретін жерлер бар. Сол сүріндіргендердің барлығын қазақ өз орнына қойып, атау беріп қойған. Тағдыр деген бар деп. Өмір сүріледі, тағдыр кешіледі. Адамға өмір берген, тағдыр кісіге берілген. Одан кейін пенденің тіршілік жасайтын жерлерін қазақ күйттеу дейді. Міне осындай салалап тастаған, әрқайсысы жеке тақырыптар. Жарық дүниеде өлімнің сәті бар. Өлімнің сәтінде адамның жаны өшеді, температурасы 36 градус температурасы өшеді, демі бітеді, аруақ сыртқа шығады. Бірақ өмірге қайтып келу үшін өмірдің заңдылығы бойынша өзінің ұлына да қызына да өзін аталған алғы ретінде, ақпараттар ретінде тастап кетеді. Тұқым қуалайтындай етіп. Күндердің күнде қайтадан өмірге келу үшін қазақ оны діттелу дейді. Әруақ сыртқа шығып кетеді, ол тағдырға ие болмайды. Мына жарық дүниеде өмір сүрілетін болса, тылсым дүниеге кеткен аруақ ғұмырға ие болады. Ғұмырға. Сондықтан қазақтың ұлы сөзі бар. Өміріңе қарай өлімің, өліміңе қарай тіктелуің дейді. Өмірден озғанның барлығы аруақ болып тіктеліп кетпейді. Сүрген өміріне байланысты азапқа түседі. Тозақ деген қазақта сөз бар. Құрдым деген сөз бар. Тамұқ деген сөз бар. Осының бір сатысына кетеді. Немесе жұмаққа барады. Жұмаққа барғандар әруақ бола алады. Артында қалған ұрпағына жәрдем беріп, көмектесіп, желеп тұрады. Ал жаңағы тамұққа кеткендерді, тозаққа кеткендерді, құрдымға кеткендерді тіктеуге тура келеді. Біз соларды тіктеу үшін шырақ жағып, жетінен береміз. Әрине жұмаққа барғанда да есімізден шығармай. Бірақ негізгі көңіліміздің, ниетіміздің барлығы өлімнің сәтінде болған белгілерге байланысты жаңағы жаққа кеткендерге қатты көңіл бөлеміз. Олсыз біздің жарық дүниедегі ақпараттар әлемі кемшін тарып тұрады. Сондықтан оларды міндетті түрде тіктеуге, яғни жаңа жерден құтқарып алуға, қайтадан әруақ бейнесіне кіргізуге бар күшіміз саламыз. Сондықтан қазақта өлімнің сәтін ақ өлім, әнсет өлім, доңыз өлім, ит өлім деп айтып келетін өлім түрлеріне жатқызып, одан кейін айтпай келетін өлімнің түрлері бар деп, оны ажал мен тажал деп айтады. Яғни кез келген өмірден озған адам аруақ биіктігінде тіктеліп өмірден озбайды. Сүрген өміріне байланысты.
сол сүріп жатқан өміріндегі жақсаған жақсылығына байланысты тіктеледі екен, жұмаққа барады екен. Жұмақ деген сөз, қазақ дүниетанымының жұмақ деген сөзі исламның жәннат деген сөзіне сәйкес келмейді. Біздің жұмақ өзіміздің болмысымызда болады, осы жерде болады. Барлығы осы жерде болады. Жаңа айтылып отырған сөздердің бәрі осы жерде, осы маңда. Кейбіреу бізге әлі тылсым, біле бермейміз. Кейбіреу бізге айқын, анық, белгілі. Осындай жағдай. Біліп жүріңдер, біздің тәңіршілер. Бұл қысқа ғана айтылған түсініктеме. Мына ролик ұзақ болып кетпес үшін. Яғни қазақтың дүниетанымында өлімнің сәтінен кейін болатында жіктеп тастаған екен. Заңдастырып, атап тастаған екен. Ал өмірге қайтып келуді, мына өмірге қайтып келуді қазақ діттелу дейді. Жұмаққа кеткендер, аға өлім әнсет өлімін басынан кешіп жұмаққа кеткендер ұрпағынан тез діттеледі. Өмірге тез қайтып келеді. Ал жаңағылар, қалғандарының барлығы ұзақ келе алмайды. Олардың өзін құтқаруға тура келеді. Олардың алған аруақтардың таңдап алған сыбағасы бар. Сыбағасы. Ол жетіна. Оларды көргің келсе шырақ жағуың керек. Шырақ. Шырақ деген сөзді орап айтсаң қарыш деген сөз шығады. Осындай қысқа, мүмкін ұзын жауап. Қалған тағы айта жатармыз. Одан ары Атабек былай дейді. Қазақтар демеймін дейді. Өйткені мен де қазақпын, дінім ислам дейді. Дұрыс, құтты болсын. Жәннаттан табылатындардан бол. Фирдаусқа түсетіндерден бол. Басқа не айтамыз? Дінім ислам деп отырған дұрыс. Одан ары қарай Атабек маған былай дейді. Әр сөзіңде ислам ондай, қазақ мұндай. Біріншіден, ислам ұлт емес, немесе қазақ дін емес дейді. Мен қашан айтыппын ислам ол ұлт деп. Қашан айтыппын қазақ ол дин деп. Қазақ ол ұлттың аты, ислам ол имани жолдың аты. Оның үстіне мен ислам сондай, қазақ мұндай деп жамандап көрген адам емес. Исламды да, арабтарды да жамандауға тиіс емеспін. Себебі қазақтың дүниетанымын әлемі айтамын десең, тыңдайтын құлақ керек. Ал тыңдайтын құлақтың артында ұлы дана ұлттар тұру керек. Кемеңгерлер тұру керек, данышпандар тұру керек. Өзің айтып атқан сөзіңе сәйкес келетін ұлылар тұру керек. Ұлы ғарықтардың ортасында тұрып ұлылықты айтуға тырысып жүргендер емеспіз. Ал ана исламын жамандайтындар ол біздің қатарымыздан емес. Біз нағыз тәңіршілерміз. Ал нағыз тәңіршілердің қағидатын қазір ғана айттым. Ешкімді жамандамаймыз. Ешкімге жамандатқызбаймыз. Тек қана пікірталас арқылы айтпақ ойыңды дәлелмен айтып отырып, ой салып, пікірталасып отырған адамыңды, немесе диндерді, религияларды, вераларды саған көңілін бөлгізу. Исламды жамандап жүргендер біздерден емес. Менің жанымда жүргендердің бірде-бірі өсінге дейін жамандап көрген жоқ. Ал исламның қолын ұстап отырған кітаптардан дәлел айтып, олардың аяттарын айтып отырып, ой жүгірту, ол жамандау емес. Мен осы жолда жүргелі, осы интернетке шыққалы 40 жылдың ішінде бірде-бір рет жамандап көрген адам емеспін. Одан ары қарай Атабек былай дейді. Аллахтың 99 есімін ұқтырмай-ақ қой бізге. Тәңір 99 есімнің арасында жоқ. Құдай деген сөз де жоқ. Раббы деген сөз де жоқ. Онда бұл қалай болған дейді. Аллахтың 99 көркем есімін саған үйретейін деп отырған жоқпын. Айтпақ ойыңды, дәлелді сөзіңді орнымен сөйле деп жүр. Кез келген исламский. Аллахтың 99 көркем есімі емес ол. Ол сипаты. Есім мен сипат екі түрлі түсінік. Ғылым тілінде оны эманация дейді.
Аллахтың 99 көркем есімі емес екен, 99 сипаты бар екен. Неге оның ішінде Тәңір жоқ? Неге десең, ол қазақы, дүниетаным. Ол жерге Тәңірді қоса алмайды. Оның ішіне Будда деген сөз қоса алмайды. Оның ішіне Иисус деген сөз қоса алмайды. Оның ішіне Брахман деген сөз қоса алмайды. Ол басқа религиялардың түсініктері. Құдай да солай. Құдай деген қазақтың Тәңір дүниетанымының жаратушысының атауы. Ол қалай исламның сипатының ішіне кіріп кетуі мүмкін? Ал енді Раббы деген сөз жоқ дейсің. Себебі жаңағы 99 сипат Раббының сипаты. Ал Раббы деген Әл-Халиқтың атауы. Әл-Халиқ деген не екенін білесің бе? Әл-Халиқ деген не екенін білесің бе деп сұрап отыр. Біздің тәңіршілерден де, исламның жолында жүргендерден де. Әл-Халиқ деген жаратушы деген сөз. Біздің жаратушымыздың атауы Құдай. Ал арабтардың Әл-Халиғының атауы Раббы. Сондықтан ол жерде болмайды. Неге десең, жаңағы тұрған 99 сипат, оның сипаттары. Оны ерекшелейтін, мына фәни дүниеде ерекшелейтін сипаттар. Онда бұл қалай болған деп ішіңнен күйіп, түңіліп, ойланып қалма. Әр затты орнына қойып, саралап үйренсіңші. Қарап отырмай. Біздің жігіттер де солай жасаңдар. Әрбір сөзді орнына қойып, сөйлеуді білуіміз керек қой. Солай емес пе? Одан ары барасындағыны, сонда Тәңір сөзін айтпауымыз керек па дейсің. Егер исламды қабылдап, тіліңді калимаға келтіріп шахадат айтқан болсаң, Тәңір деген сөзді айтпауың керек, Раббы деп айтуың керек. Немесе оның анықтаушы есімдерді Аллах, Илах дегенді айтуың керек. Немесе айтып отырмын ғана, Әл-Халиқ деуің керек, жаратушым менің. Құдай деген сөзді де айта алмайсың. Сен басқаларға түсіргенде Иисус Христос, біздің Раббымыз ол Брахман деп түсіндіресің бе? Раббың Раббы, Брахман, Құдай, Құдай ол. Араластырмайтын түсініктер. Раббы деген кезде исламның бүткіл дүниетанымдық түсініктері есіңе бірден түседі. Оның парыздары бірден есіңе түседі. Ал Брахман десең, бірден индуизм есіңе түседі. Будда десең, бірден бүткіл ойың басқа жаққа ауып кетеді. Сондықтан Құдай деп айта алмайсың, Тәңір деп айта алмайсың, Раббы деп айтуың керек. Аллах деп айтуың керек, Илах деп айтуың керек, бірақ әр затты орнына қойып отыр. Сондықтан қатты ойланбай-ақ қой. Тәңір деген сөз, Құдай деген сөз, Раббым деген сөз жаңағы 99 көркем сипаттың ішінде жоқ деп қиналмай-ақ қой. Олар жаратушылардың есімдері. Немесе иелеріміздің есімдері. Тәңір деген ол біздің иеміз. Әруақ деген ол біздің иеміз. Мұның ішінде әруақ та жоқ екен, есіңнен шығарма. Жаңағы 99 көркем сипаттың ішінде. Одан ары қарай былай дейсің. Құдай, Тәңір, Раббы, Бог, Гуд, бұлар тек қана қазақ тіліндегі атау септікпен қолданылады дейсің. Қазақ тіліндегі дейді. Яғни филологияда. Мен филология деген сөз түсінбейтін адам. Қазақ тілін зерттеп зерделеу үшін кіргізіліп жіберген бөгде сөз ол, филология деген. Мен үшін. Басқалар үшін мүмкін керемет шығар. Мен үшін сондай. Филология. Сол филология қазақтың сөздерін құртты. Бір сөз айта қалсаң, бір-екі сөзді қатарына айта қалсаң, ой, ол синоним сөздер деді. Ол синоним сөздер дейді дағын, қазақтың сөзінің біреуін жоғары көтереді, екіншісін өлтіре салады. Зерттеген кезде атау, ілік, табыс, шыладық, есілдік, жатыстық дейме Құдай-ау. Көрінген сөздерді пайдаланып, іс-қимылдарға жатады деп қойып, зерттеткізіп жатыр. Ең қауіпті жер жаңағы айтып отырғаным. Қазақ сөздерінің көбісін синоним деп құртты. Одан ары қарай былай дейсің. Аллах, Құдай, Тәңір, бұл филология айтқандай синоним сөздер дейсің. Мінекей. Ауызы ашып жапқанша өзің айтып отырсың. Мен қазір ғана синоним сөздер деген қауіпті түсінік деп айтып едім. Сен мына жерде айтып отырсың. Алла, Құдай, Тәңір,
филология заңы бойынша ол синоним сөздер деп. Бір-біріне ұқсас араласып кеткен айта беруге болады деп отырсың. Айта алмайсың. Аллах Раббы деген сөзде жаңа ғана айттым ғой. Басқа түсініктер пайда болады. Басқа рәсімдер жүргізіледі. Басқа жоралғылар жүргізіледі. Құдай Тәңір деген кезде тіптен басқа ұғымдар пайда болады. Атқаруға тиісті басқа қарекеттер басталды. Аллах Раббым Әл-Халиқ дегенді айтқан кезде мына дүниені фәни дейсің дағыны, ана дүниені бақи деп айта бастайсың. Ал Құдай Тәңір әруақ деген кезде мына дүниені жарық дүние дейсің дағыны, ана дүниені тылсым дүние деп айта бастайсың. Концепция өзгеріп кетеді. Ұлттардың Құдайды тану жолындағы тұғырнамасы өзгеріп кетеді. Екі жағалауға тұрып қалады. Сондықтан ислам мына дүниені фәни дейді, ана жақты бақи дейді. Аллах отырған жақты, фердаусы бар жақты, жәннаты бар жақты, жаһаннамы бар жақты, барзағы бар жақты. Бақи дейді, со жақ мәңгілікке жаратылған дейді. Қазақ айтады, мынау жарық дүние, барлығы осы жерде дейді. Осы жерде барлығы бар. Қалғаның бәрі тылсым дүние дейді. Әлі зерттелмеген, білмейтін әлем ол дейді. Зерттеп, зерделеп, заңдылықтарын тапсаң, адамның игілігіне пайдалануға болатын ғажайып әлем ол дейді. Ғылыммен, іліммен айналыс дейді. Осы өмірде қайтадан діттелесің дейді. Осы жарық дүние дейді. Осы жерде адамға өмір сүру берілген. Осы жерде адам құласа тағдыр, пешене, жазмыш, озмыш, тауқымет талайым дегенді басынан кешесің дейді. Түңілме дейді. Неге десең, өмір ұзақ дейді. Ұрпағынан діттелесің дейді. Мына жарық дүниеде қайтадан діттелесің дейді. Ана индуизмнің реинкарнация деген сөзіменен шатастыруға болмайды. Діттелу ұрпағыңнан өзің, ұрпағыңнан қайтадан туасың, аталық, аналық ұрықтың құдіретімен. Ал исламда мына фәниден өлім сәтінен кейін бәз кешіп ана жаққа барып тірілуді қалай айтатын білесің ба? Танасух дейді. Жәннатта, фердауста қайта тірілуді исламда танасух дейді. Яғни исламды қабылдағандар мына жерден кеткеннен кейін бақи дүниеде тіріледі екен, танасух жасайды екен. Қазақтың дүние танымының тұғырнамасы бойынша адам осы жерге қайтып келіп, діттеліп, өз ұрпағынан өзі өмірге қайтып келеді екен. Аталық, аналық, ұрық пен ұрықтың арқасында, әруақтың арқасында, ақтың арқасында, Құдайдың арқасында. Міне осындай түсінік. Одан кейін барасында былай депсің. 99 есімге келсек, бұлар Аллахтың құдіретімен сипатталатын есімдер дейсің. Бағанадан бері дірің деп келесің дағында аяғында Аллахтың құдіретімен сипатталады дейсің. Мен айтып отырмын, ол сипат, Раббының сипаты деп. Әрбір сөзін талдап келіп, қарасақ аяғында ол сипат деп қоясың. Аллах Құдай деген ол синоним деп, филология заңдылықты қосып қоясың. Одан кейін барасың да Әл-Халық бүкіл әлемді жаратушы деген көркем сипаттарын біреуін алдымызға жайып саласың. Аллахтың 99 көркем есімдерінің біреуі бүкіл әлемді жаратушы, ол Әл-Халиқ дейді екен. Ол сипатқа жатпай қалады. Ол егер бүкіл әлемді жарататын болса, ол құдіретке айналып кетеді. Ол жаратушы. Ол Әл-Халиқ. Міне осындай дүние. Құрметті біздің тәңіршілер. Кейде осындай пікірлер жазатын болса, асықпай отырып, әрбір сөзіне тоқталып, талдауды үйренсіңдер. Тіпті сүрініп кеткен жері бар болса, онда айта отырып, намысына тимей, ізденетіндей етіп. Қашанғы олар бізге аңызын айта береді. Бәленбай сахаба сөйтіп кеткен, бәленбай сахаба бүйтіп кеткен. Немесе сақалдауы, немесе хиджабтың дауы. Түкке тұрғысыз ғой, мыналарды түсіндіру, мынандай Әл-Халиқтың бүкіл әлемнің жаратушысы екенін айтып, Раббының әлемнің жаратушысы екенін айтып, Аллахтың әлемінің жаратушысы екенін айтып, олардың бәрін түсіндіріп айту. Бұл енді нағыз ғылым. Мен солай деп ойлаймын. Әлде олай емес пе?
қателесіп отырмыз ба? Онда түсіндіріңдер, айтыңдар. Осы жерде қателесіп кеттім. Ұғынайық. Сөйтіп өсейік, өркендейік. Қазақтың көзін ашайық. Сен болып, мен болып. Қанша жерден екі жағалауда тұрсақ та. Сен адамзат баласы өмір сүріп жатқан жерді фәни деп жамандап отырсаң да. Біз оны ғажайып, жарық не деп отырсақ та. Сендер мәңгілік өмір бақида деп, анау көк аспан жақты көрсетіп отырсаңдар да. Біз адамның өзінен бастап бүкіл әлем тылсым, сокровенный, трансцендентный, зерттесең зерделеп беретін әлем. Ақиқатын тапсаң адамның игілігіне жаратуға болатын әлем деп отырғанымызға қарамастан түсінісуге, жақындасуға болады ғой. Солай ма? Әлде солай емес пе? Сау болыңдар.